Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli bауырлар. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli bауырлар. Қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Бір ой кеп қалды. Білесіздер ғой мені, ой кеп қалса. Мен комментарийді өшірейінші. Баршаңызға да Алланың сәлемі, жақсылығы болсын. Бір кітап оқып жатқанмын. Енді бір негізі 2-3 кітап қатар оқитын әдетім бар. Сол бір кітап оқып отырып, адамның осы өмірдегі қысылатын мәселелерін көріп жатырмын да. Шынымен ақ бір сұрақ келеді. Адамдар қиналып жүреді ғой өзі. Соны зерттесеңіз, біреулерге осы неге қысыласың десеңіз, мысалы, біреу айтуы мүмкін, маған бір нәрсе жетпей жатыр дейді. Әртүрлі ол жетпей жатқан нәрсені білу мүмкін, білмеу мүмкін. Білетіндер ойлайды, мен сол таптым деп ойлайды. Мысалы, маған ақша керек, мысалы айтайық, ақша керек, ақша болса ше, болды дейді, рахаттанамын дейді, өмірдің бақытын табамын дейді. Бірақ шындап түбін ашатын болсаңыз, оған ақша керек болмай шығады. Оған мүмкін сол ақшаның арқасында атақ керек. Ақшаның арқасында оған мүмкін бір көңіл бөлу, внимание дейді ғой, сондай дүние керек. Сондықтан өзіне керегін білем деген адамның өзі кейде қателеседі. Кейбіреулер білмейді өзіне не керегін. Мүлде маған не керегін білмеймін дейді, бірақ қысылып жүрмін дейді. Өмірде бақытсызбын, қиналып жүрмін, қысыламын. Екінші бір адам өзінен немесе бір нәрседен бір қорқынышы болады. Балалық шағында жабысып қалған қорқыныш, үлкейіп өскеннен кейін бір жерлерден таяқ жеген қорқыныш, тіпті өзі білмейтін дәрежедегі қорқыныштар. Ол маман адам іздейді, сол маман адамды кейде табады, кейде таппайды. Тіпті кейде соңғы кездері жаңағы психолог, коуч дегендер көбейіп кетті. Қиыншылық кезге мен жәрдем берем, адамдар қиналып жатса мен соны қиыншылығын реттеп берем деп ойлайды ғой. Бірақ одан да жақсы болып жатқандары шамалы. Сонымен ой келеді ғой енді, адамдар неге өзі өмірде қысылады? Бір нәрсе жетпейді ма? Немесе бір нәрседен қорқады ма? Ал кейде тағы себептердің біреуі қысылатын. Біреулер қалай айтса болады, өткен шақпен бір болашақпен өмір сүреді да, осы қазіргі шаққа сыймайды. Өткен шақта бір рахат болған, соны аңсайды, бірақ қазір оған қызық емес. Немесе болашақты іздеп жүр, мен болашақта мысалы дейік, машина сатып аламын, үй сатып аламын, рахат деп ойлайды да, бірақ қазіргі шақ ше, оған қызық емес. Осылайша өмірін ұрлатады. Өзінің өмірін ұрлайды. Яғни өткен шақта өмір сүреді, не болашақта өмір сүреді. Не өмірде қысылады, бірақ бәрібір ол қысылады. Өмірде қысылады дегенім осы шақта қысылады. Оған өткен шақ, болашақ қызық. Немесе біреуде қорқыныш бар. Біреу айтуы мүмкін себептері оған депрессия деп. Сөйтеді де емделеді. Бірақ мен айтар едім, құрметті бауырлар, мүмкін сол себептердің бәрі бар шығар. Егер маман оған жәрдем беріп жатса, немесе соның бір себебін тапсаңыз, нұр үстінен бар. Ал бірақ адам баласы негізі ол қысылуы, бір нәрседен іші пысуы, бір нәрсені өзі білмей іздеуі, ол дұрыс, қарапайым нәрсе. Өйткені оның жүрегі сондай. Соңғы кездері бір мәліметте тарқап жүр ғой, адамның жүрегінен де 60-қа жуық нейрондық связьдар, нейрондық байланыстар табылған. Адамның миында қаншалықты байланыс бар, дәл соған ұқсайтын нейрондық байланыс жүрегінде де бар екен. Сол үшін мен жүрегіммен қысыламын, ойланамын деген нәрсе содан қалады деп ойлаймын.